Шұғыла нұрлы таң атқан, шуағын көпке таратқан, арнаны қосқан көрермен арайлап атсын әрақтан. Қымбатты көрермендер, баршаңызға қайырлы таң дейміз, таң нұрлы болсын. Бүгінгі күндеріңіз жаздай, жайдары, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын деген таңғы лебізімізді жолдаймыз. Бүгінгі күндеріңіз берекелі, өнімді, әрі табысты болсын. Еңбектеріңізге толағай табыс әрі жемісті болуын тілейміз. Ой қалған барлық жоспарларыңыз орындалсын. Тіпті шешімін табуға қиналып жүрген дүниелердің барлығы түкке тұрмайтын болмашы қиыншылықтар екендігін ескеріңіз. Өмірге күліп қараңыз, рахаттаныңыз, өмірден ләззат алыңыз. Ал біз дәл осындай керемет, позитивті көңіл күймен эфирімізді бастаймыз. Эфир тізгінінде мен 1 сағат көлемінде сіздермен бірге болатын пайдалы ақпараттар, танымды деректер ұсынатын Эльмира Көшекбай. Арна қосылу болсын. Таңертең ұйқыдан тұра сала, өзгелердің кемшіліктерін емес, артықшылықтарын көруге тырысыңыз. Жалпы, өмірдің өзі көптеген жақсы дүниелерге толы, өмір жақсылыққа толы. Тек қана оны көре білу керек. Көру, көрмеу ол адамның өзіне байланысты. Ішкі жан дүниеңіз қандай болса, өмірден дәл сондай дүниелерді көресіз. Егер жан дүниеңіз шуақты, жайдары, күлім қағып тұратын болса, сізге өмірде түрлі түсті болып көрінеді. Сізден ерте тұрып, таңғы ас дайындап жүрген, таңертең ұйқыдан тұрғанда анаңызға, әйеліңізге, қызыңызға, немесе қарындастарыңызға алғыс айтыңыз. Күніңізді дәл осындай жылы лебізден бастап көріңізші. Расымен де өзінің нәтижесін беретіндігі анық. Себебі сіз біреуге жылы сөз айтып, көңіл күйін көтеру арқылы өзіңіз де адамдармен энергия алмасасыз. Сөйтіп күні бойы керемет жылы сөзге масайрап жүресіз, әрі күніңіз сәттілікке толы болады. Жақыныңызға, танысыңызға барынша алғыс айтыңыз. Таңыңызды шүкіршілікпен бастаңыз. Алдымен Аллаға шүкіршілік айтудан бастап, онымен қоса жаныңыздағы сіздің бірге келген ата-анаңызға, сіз қиналғанда жаныңызда болған достарыңызға, сізбен бірге барлық қиыншылықты еңсеріп, қуанышыңызды бірге бөлісіп жүрген жақындарыңызға, бауырларыңызға алғыс айтып, олардың барына рахмет айтып, сіздің оларға риза екендігіңізді білдіріп, жылы лебізіңізді айтып жүргенде күніңіз өте сәтті, берекелі болады. Жұмысқа жиналғанда әйеліңізге комплимент айтудан жалықпаңыз. Немесе айнаға қарап, тіпті өзіңізді де мақтап қойыңыз. Рас айтам. Айнамен сөйлесу ретінде қабылдамай, керісінше өзіңізге таңғы көңіл күйіңізді көтеруге керемет бір таптырмас лайфхак. Өзіңізді біреумен салыстыруды доғарыңыз. Кезінде хакім Дана Абай айтып кеткен, әрбір күнді өзіңе есеп беріп, біреумен емес, өзіңді өзіңмен салыстыр деп. Сондықтан да мұсылманның бір күніне ұқсамау керек. Әрбір күні жаңашылықты игеріп, жаңа бастамаларды қолға алып, өзіңізді өзгелермен емес, өзіңізбен, өткен күніңізбен салыстырып өмір сүретін болсаңыз, өмірдің мәні мен маңызын түсінетіңіз хақ. Салыстырулар біздің өмірімізге керек. Алайда өзіңді өзіңмен салыстыру керек. Оны орнымен қолдану өзінің пайдасын тигізеді. Ғаламтордың дәуірі бастау алғаннан бері адамдардың көпшілігі лүпілдердің, пікірлердің санымен жарысады. Көріп жатамыз күнделікті өмірде лүпіл санымен, жаңағыдай комментарийлермен жарысып жатқан дүниелерді. Алайда ол өмірдің маңызы емес. Кейбіреулер үшін өте маңызды. Тіпті кейде атақтың аздығына бола күйзеліске түсіп жатады. Салыстырулар көре алмаушылықпен қызғанышқа алып келеді. Оның жолы болғыш, неге менде жоқ деген сауалдармен әбден бас қатырады. Сөйтіп, күніңіз емес, тіпті өміріңіздің де қалай сұр түске енгенін аңғармай қаласыз. Егер сіз бәрін бір уақытта бірден қалайтын болсаңыз, онда белестерді бағындыру қиынға соғады. Өмірде барлығы бірден бола бермейді. Сондықтан да жай үздіксіз еңбек ету керек. Жетістікке жеткен адамдардың өмірлік жолын қарайтын болсаңыз, барлығы сол бір биік шыңға еңбектің арқасында ғана жеткен. Еңбек және де еңбек. Және де осы орайда тағы бір ескеретін дүние, егер сіздің жаныңыз қаламайтын дүние болатын болса, онда ол ешқашан өзінің нәтижесін бермейді. Сондықтан да өзіңіздің жаныңыз қалайтын дүниені жасап, сол жолда талмай еңбектенетін болсаңыз, ол үлкен жетістікке бастау болады. Және табыс көзіне айналдыру да өзіңіздің қолыңызда. Ең алдымен, жетістік дегеніміз не? Жетістік бұл үрдіс, оқу. Егер сіз бар назарыңызды үрдісті бастауға, әрі одан ләззат алуға аударсаңыз,
жетістікке жететініңіз анық. Егер осы жағдайда өзіңізді жетістікке жете білген адаммен салыстырсаңыз, мотивация аласыз. Ал нәтижеге жеткенде көңіл аудару, күйзеліс пен уайымға алып келеді. Біздің миымыз еріну үшін әртүрлі сылтау іздеумен болады. Рас айтам. Таңертең ұйқыдан тұрғанда қарапайым ғана. Таңертең ұйқыдан оянасыз, көзіңізді ашасыз. 5-10 минут жата тұрайын, содан кейін барып жұмысқа кірсем деп ойлайсыз. Алайда ол 5-10 минутыңыз сіздің жарты сағатқа, кейде 1 сағатқа ұласып кетеді. Сөйтіп күніңізді 1 сағатқа жетістікке жеткен адамдардан кейін бастайсыз. Ал содан кейін сіздің күніңіз қалайша өнімді өтеді. Сондықтан да миымыздағы болып жатқан кедергілерді сізге жарайды, сосын, кейін деген дүниелерді ысырып тастап, таңертең ұйқыдан ертерек тұрып, барлық іске ертерек керемет энергиямен кірісетін болсаңыз, сізден асқан жетістікке жеткен мықты адам болмайды. Біз келбетті адамдарға қарай отырып, өзімізді нашар сезінеміз. Мысалы, мен арық болуым мүмкін, алайда кейбіреудің керемет әсем мүсініне қызығам. Мысал ретінде. Алайда соған жету үшін талпынам, соған жету үшін мен залға барам, денемді шынықтырам. Ал дәл соған жеткен кезде басқа адамды көру мүмкін. Сондықтан да егер сіз толық немесе арық болсаңыз, немесе өзіңіздің дауысыңызға, немесе өзіңіздің түріңізге, шашыңызға, бір болмысыңызға қысылып, өзгелермен салыстыру жолында болсаңыз, ешқандай сылтаусыз өзіңізді өзіңіз қабылдауға тырысуыңыз керек. Егер ақталуға дайын болсаңыз, жақсы жаққа өзгеруге себеп жоқ. Суреттегі адамдарды табиғат солай жаратқандай күй кешесіз, бірақ ол ойыңыз қате. Олар да бұл жетістікке еңбектің арқасында жетеді. Қызғаныш пен апатияны шабыт пен оқуға талпыныспен алмастырыңыз. Ал біздің арнамызда керемет көңіл күйімізді көтеру мақсатында әрі қарай сіздерге позитивті көңіл күй сыйлау үшін керемет көңілді ән ұсынамыз. Арнадан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Hayya sırlarından ket ağacıya Sүйгендер дей беретін ей-ау Қайда сол тәтті кездер ай Hayya Қаламнан таусылмайтын сия Тамаша біздің ностальгия Қайда сол тәтті кездер ай 93 пен 94 98
Арайлап атқан таңын жаңа таңмен бірге қарсы алған біздің сүйікті әрі тұрақты көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Күндеріңіз шуақты болсын, таң нұрлы болсын. Әрбір атқан таңымыз берекелі болсын деген таңғы лебізімізді жолдаймыз. Өздеріңізге ақжарма тілектерімізді арнай отырып, бағдарламамызды әрі қарай пайдалы ақпараттармен жалғастырамыз. Әрбір бағдарлама сайын осы студияда сіздерге пайдалы болатын, сіздерді үй алуды жоспарлап жүрген жандарға керемет мүмкіндіктер айтамыз. Естеріңізде болса, бағдарламамыздың бас демеушісі K7 групптан керемет үй алуға деген мүмкіндіктер әрі тиімді бағдарламалардың бар екендігін үнемі айтып отырамыз. Тағы да бір жақсы жаңалық, K7 групптың Алия тұрғын үй кешенінен коммерциялық орын алу мүмкіндігінің бар екендігін айтқымыз келеді. Алия тұрғын үй кешенінде бизнес ашу арқылы сіз барлық ойда жүрген жоспарларыңызды жүзеге асыра аласыз. Өйткені Батыс 3 ауданы жақсы инфрақұрылым, халықтың тығыздығы бизнесті дамытуға тамаша серпін болады. Өйткені Батыс 3 ең перспективалы және қаламыздағы қарқынды дамып келе жатқан аймақ ретінде саналады. Пиццерия, сұлулық салоны немесе азық-түлік дүкені болсын, бизнестің қай түрін ашсаңыз да өте кең мүмкіндік. Біздің сіздерге ұсынатын жақсы жаңалығымыз осымен аяқталмақ емес. Жақсы жаңалықтардың легін әрі қарай жалғастырамыз. Баспана іздегенде барлығында бір сұрақ туындайды. Тұрғын үй алудың қандай тиімді бағдарламалар бар? Қалай алсам ұтымды деген сияқты. Ал біздің тұрғындардың көпшілігі, басым бөлігі ипотекамен ғана таныс екендігі жасырын емес. Алайда қазіргі таңда үй алудың өте кең мүмкіндігі бар. Бірақ K7-нің сіздерге ұсынатын ерекше ұсынысы бар. Құрылыс салушыдан бөліп төлеу ұсынысы. Бастапқы жарна 30% ғана. Қосымша ақпарат үшін 8776-207-0404 сатылым бөліміне хабарлассаңыз болады. Немесе Ғайза Жұбанова көшесі 13-ші үй мекенжайында орналасқан кеңсеге барып, арнайы мамандардан ақпараттарды алуға, үй алуға дейінгі алғашқы қадамдарыңызды жасауға рұқсат. Осы тұста бағдарламамыздың тағы да бір демеушісімен таныс болыңыздар. Арзан әрі сапалы жиһазды қайдан аламыз деген сұрақ туындаса, енді бұл сұрақпен бас қатырмасаңыз да болады. Ойланбастан біз ұсынған Туркеви жиһаз салонына барыңыз. Онда кең таңдау, әдемі жиһаздар, ыңғайлы кереует, сапалы ыдыс-аяқ, үйлесімді интерьер табуларыңызға болады. Сонымен қатар әсемдігіне қарап көз тоймайды. Сапасы жағынан өте жоғары және таңдаудың молдығы. Тіпті таңдаудың молдығы соншалықты басың айналады. Мұның барлығын Туркеви дүкеніне барып таңдай аласыздар. Балалар бөлмесінің де сәнін кіргізетін жинақтарды осы дүкеннен табуға болады. Өз тұтынушыларын Туркеви дүкені әрдайым акциялармен, жеңілдіктермен қуантып отырады. Сондықтан да Instagram парақшаларына тіркеліп, дүкенге барып, жеңілдіктердің науқанын біліп, сапалы әрі бағасы жағынан тиімді жиһазды таңдап, үйіңіздің интерьерін өзгертуге мол мүмкіндік. Туркеви жиһаз салонынан қалған тауарыңызды бөліп төлеу арқылы, яғни рассрочкаға ала аласыздар. Байланыс номері 878-505-06-76 және мекенжайы Сәңкібай Батыр даңғылы 24-ті. Қымбатты көрермендер, арнамызда қазір шағын ғана жарнамадан кейін бүгінгі біздің бағдарламамыздың қозғап жатырған тақырыбы туралы кеңірек әңгіме өрбітетін боламыз. Сондықтан да арнадан алыстамаңыздар. Қайырлы таң, қымбатты ақтөбеліктер, қайырлы таң, жаңа таң бағдарламасының тұрақты көрермендері. Бүгін күн сейсенбі, әдеттегідей жаңа таң бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Біз жаңа ғана жарнамаға үзілген болатынбыз, әрі қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбын ашу үшін сіздермен кереметтей әңгіме өрбітеміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз хобби, жан қалауы деп аталады. Жалпы, хобби дегеніміз ол адамның сүйікті ісі. Яғни адам бос болған уақытында айналысатын жұмыс ретінде қарастыруға болады. Хобби ол күнделікті жұмыстан ерекшелігі, одан жасаған уақытта, хоббиіңмен айналысқан уақытыңда жаның рахат табады, энергия жинақтайсың.
Мысалы, менің хоббиім таза ауада серуендеу, атқа міну, кең бір жасыл жайлауда кітап оқу, болмаса өзімді дамытатын дүниелермен айналысу, асхана, қыздар болғаннан кейін енді асхана деген қыздардың бір барлығына ортақ дүние шығар. Менің сүйікті өзімнің бір жаным рахат табатын дүние ол таза ауа. Таза ауаға шығып серуендеу, йогамен айналысу, кітап оқу, поэзия оқу деген сияқты дүниелер. Мен өзім жалпы бір ғана дүниемен шектеліп қалғанды ұнатпаймын. Мысалы, хобби ол теннис ойнау болатын болса, мен үнемі бос уақытында тек қана тенниске арнағым келмейді. Кез келген дүниені жасап көргім келеді. Тәжірибе жинақтап, әсіресе ең бір жақсы көретін дүнием ол эксперимент жасау. Бұрын жасап көрмеген дүниені жасап көру, бұрын барып көрмеген алаңқайға барып футбол ойнау, болмаса бұрын ішіп көрмеген кофенің дәмін тату деген сияқты. Оның барлығы сіздің өміріңізді жақсы жағына қарай өзгертетіні анық. Себебі тұрақтылық адамға пайдалы. Тұрақтылық ол дұрыс, бірақ үнемі емес. Себебі бір ғана сызықпен жүретін болсаңыз, сіздің өміріңіз бір керемет жайдары болады деп ойламаймын. Себебі адам бір ғана дүниемен мысалға бір салада жұмыс жасайтын болсаңыз, одан жалығып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да жұмысыңызды алмастыруыңыз міндетті емес, тек қана хоббилеріңізді алмастырыңыз. Бұрын жасап көрмеген дүниелерді жасаңыз, бұрын мүмкін көкпарға барып көрмеген боларсыз, мүмкін бұрын футболға барып көрмеген боларсыз, концертке барып көрмеген шығарсыз. Барыңыз, театрға барыңыз, музейге барыңыз, жаныңыз рахат табатын дүниелерді барыңыз, аралаңыз, шетелді көріңіз, тіпті Қазақстанның керемет табиғаты бар жерлерге барыңыз, атқа мініңіз, тауға шығыңыз, өзіңіздің жаныңыз рахат табатын дүниелермен айналысқанда ғана сіздің өміріңіз түрлі түсті бола түседі. Сүйікті ісіңмен айналысу бұл өмірдің әсемдігін сезініп, қуанышқа кенеліп, сезімнің шексіз ағынына бөленіп, және алға ұмтылудың қуатты стимулы. Хобби табу дегеніміз жаңа пайдалы іс табу. Ақша, атақ үшін немесе материалдық қажеттіліктер үшін емес, жан рахат үшін. Хобби ол шексіз нәрсе, эмоциялардың сарқылмас көзі. Көбінесе хобби балалық шақтан пайда болады. Кейбіреулер маркалар, монеталар, жапсырмалар жинайды, басқалары ән айтып, би билейді. Егерде сіз бала кезіңізде өз талантыңызды дамыта алған болсаңыз, онда ол тек сүйікті ісіңіз ғана емес, жақсы табыс көзіне айналуы әбден мүмкін. Хоббиді табыс көзіне айналдыру қазіргі таңда сәнде, трендте. Себебі жаныңыз қалайтын қазіргі таңда адамдар өте керемет дүниені жасап жатыр. Жаны қалайтын істі хоббиін табыс көзіне айналдырып. Яғни ол міндетті түрде пиджак пен классика киім киіп офисте отыру, немесе міндетті түрде сыртқа арналған киімді киіп, міндетті түрде қара жұмыс жасау, міндетті түрде құрылыс жұмысын жасау емес, өзіңіздің жаныңыз қалайтын дүниені хоббиіңізге арнай отырып табыс көзіне айналдыру. Есімдері көпшілікке белгілі болған қарапайым жандар, қарапайым сәттерде өз қалаулары бойынша түрлі хоббимен шұғылданған. Бүгін біз осыған тоқталып, аты аңызға айналған адамдардың әуесқой істері жайында айта кететін боламыз. Француздардың императоры Наполеон Бонапарт жылдар бойы қалайы солдаттар мен сағаттардан коллекция жинаған екен. Ал Ұлыбританияның көрнекті дипломаты Уинстон Черчилль ойыншық әскерлер топтамасын жинауда әдетке айналдырған. Қылғалам шебері Леонардо да Винчи керемет тағамдарды ойлап тауып, тіл үйрер тәттілер жасауды ұнатқан екен. Ал химия ғылымының негізін салушы Дмитрий Менделеев болса, бос уақытында чемодан жасаумен айналысыпты. Міне керемет. Көпшілік Менделеевке қолөнер шебер ретінде жоғары баға берген. Неміс ақыны Гете өзінің туған қаласында жүріп, шегіргүлдің дәндерін сеуіп жүргендерді қалайды. Кейіннен жергілікті табиғатқа әсем көрік берген гүлдерді адамдар Гетенің шегір гүлдері деп атап кеткен екен. Қазақ зиялыларының ішінде де жазушы, даңқты жазушы, қаламгер Ғабит Мүсірепов алуан түрлі таяқтар жинаса, қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев оттықтан коллекциясы болған екен. Тарих сахнасында ерекше есімдері аты аңызға айналған жандардың осындай бір дүниелермен айналысқандықтары да бар. Яғни біз білмеген тың ақпараттар. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың оттықтан коллекция жинағандығы менің жалпы өзіме тың бір мәлімет бола білді. Жалпы ғалымдар ерлер мен әйелдердің арасында жиі қолданылатын ең танымал хобби түрлерін айқындап берді. Негізінен ерлер үшін ол балық аулау, аң аулау алдыңғы орында тұрады. Екіншіден, ер азаматтар көліктерге қызығушылығын арттыра түседі.
Үшіншіден, спортпен шұғылдану жігіттерге қызығырақ. Құзға өрмелеу, суға секіру секілді спорт түрлері батыс адамдарына жарасады. Коллекция жинауда детке айналдыру да ерлердің сүйікті ісі. Қазіргі таңда компьютерге құштарлық ерекше хобби саналады. Қызық. Алайда қазіргі таңда осы ерлер ғана осы балық аулаумен, аң аулаумен айналысу керек, ал әйелдер көбінесе қолөнер шебері бұл қолөнер жұмыстарымен үй отбасы ошаққасының жанындағы дүниелермен айналысу керек деген сияқты стереотип қазіргі таңда бұзылып жатыр. Себебі қазір адамдар басқаша көзқараста, әлемге жаңашылдықпен қарайтын дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Осы ретте жаңаға айтып жатқан мәліметін дәрі қарай жалғастырайын. Ерлер туралы мәліметпен бөлістім, ал енді жаны нәзік жанды әйел кісілер немен айналысады? Көбінесе кесте тігу, тоқу, қолөнер шебер дүниелермен айналысады. Қыздар үшін қызықты хобби ол сән дизайны. Қызығушылықтың арқасында арулардың көпшілігі сән дизайнын кәсіби мамандығына айналдырады. Шын мәнінде тағам пісіру өнері тұрмыстағы қажеттілік саналғанымен қыздардың ерекше жақсы көретін ісінің бірі. Сурет салу, шет тілін меңгеру, көрмеге бару, кәдессе жинау адамдардың психикалық белсенділігін арттырады. Шынымен де қыздарға тұрмыстық дүниелерге пайдасын тигізетін, енді қыз дегеніміз ол ертеңгі ақ жаулықты ана болатындықтан отбасы ошақ қасына арналған дүниелермен айналысқандығы да жөн шығар. Алайда қызығушылығың жеткен жерге миың да одан сайын оны қолдау керек. Себебі сен қызығушылығың артқан сайын, әлемге деген көзқарасың артқан сайын, жоғарылаған сайын сен барлығын көргің келеді. Өмір адамға бір-ақ рет берілетін болғандықтан, жаңа айтып жатырған хоббилер тек қана сондай бір дүниелермен, бір қатып қалған стереотиптермен болуы заңдылық емес. Сондықтан да өзіңіз қалаған, мысалы, керемет бір гүлдермен айналысыңыз, оның әртүрлі түрлерін анықтаңыз, сорттаңыз, машиналардың түрлерімен өте көп қызығушылық деген. Сондықтан да өміріңіздің түрлі түсті болуы жұмыстан бөлек өзіңіздің бос уақытыңызда жатыр. Ал дәл қазір арнамызда бағдарламамыздың ең қызықты айдары. Бүгінгі күніміздің қалай өтетіндігін білу мақсатында жұлдыз жорамал айдарына арнаймыз. Арнадан алыстамаңыздар. Дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін керемет интуицияға ие болады. Бүгінгі ұрандарыңыз Селяви. Заттар сатуды бастамау керек, ертеңге жоспарлаңыз. Бүгінгі таңда әдеп ережелері жойылған жоқ. Бұл сізге қатысты. Шектен шығып кетпеңіз, тағдырдан сыйлық күтпеңіз. Егіздер. Бүгінде кейбіреулер егіздердің қолдауына және кеңесіне жүгінеді. Бұл олардың өз құндылықтарын сезіндіреді. Өткенге оралғанша дәл қазір сіздің қасыңызда тұрған адамды сүйіңіз. Шаян. Үй маңында бір сағат серуендеп, таза ауа жұтыңыз. Өзіңізді құдіретті деп санамаңыз, мүмкін емес нәрсені қайта жасауға тырыспаңыз. Арыстан. Кішкене тосынсый болуы мүмкін. Қарсы жыныстың ұсыныстарын қабылдамаңыз. Бикеш. Ұялшақ болмауыңыз керек, ашылып үйреніңіз. Ұяңдық кесірін тигізуі мүмкін. Тараза. Бүкіл әлем тек таразылардың айналасында айналғандай болады. Ләззат алыңыз. Сары шаян. Жақсылық жасай беріңіздер, сонда бұл дүниені құтқарасыз. Бүгін кешті тыныш жағдайда өткізген пайдалы. Мысалы, теледидар алдында немесе кітап оқып. Мерген. Сүйіктіңізбен бірге өмір сүруге шешім қабылдасаңыз сәтті болады. Бүгін жұлдыздар жұмыста немесе компьютерде отыруға емес, ерте ұйықтауға кеңес береді. Тауышқа. Бүгін адамдардың көзіне қарамаңыз, олардан ешқандай жауап немесе түсінік таба алмайсыз. Бүгінгі күні кез келген бір жабдық сіздің қолыңызда сынуы мүмкін. Сондықтан әртүрлі құрылғылармен байланыста болғанда мүмкіндігінше максималды түрде қорғаныңыз. Су құйғыш. Әлсіздерді ренжітпеңіз, өйткені жер бетінде бәрі өзгермелі. Бүгін су құйғыш жақын адамнан болған азапты кешіре алмайды. Балықтар. Бүгін балықтар көптен күткен ұсынысты ала алады. Қайталау оқытудың анасы екенін естен шығармаңыздар. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, біз жұлдыз жорамалдан қайта оралдық. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз.
Бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын деп айтудан шаршамаймыз. Таңертең ерте тұрып, біздің бағдарламамызды көріп отырған көрермендерімізге, істеріңізге береке тілейміз. Әрбір ойда жүрген жоспарларыңыз орындалсын. Тіпті шешімі жоқтай болып көрінген дүниелер өзінің шешімін тапсын дегіміз келеді. Бүгінгі күнгі туған күн иелері болатын болса, туған күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Біздің бағдарламамыз таңғы бағдарлама болғаннан кейін сіздерге үнемі таңертең ерте тұруды насихаттаймыз. Түрлі лайфхактармен бөлісеміз, және күнделікті таңғы ритуалыңызды да анықтаймыз. Таңертең ерте тұру, жаттығу жасау, таңғы ас ішу деген сияқты. Осы орайда таңертең ұмытпау керек дүние күніңіздің бастамасы ретінде қаланатын ол әрине таңғы ас. Таңғы астарыңызды ішіп отырған көрермендеріміз бар болса, астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ал таңғы астарын ішуді ұмыт қалдырып, жұмысқа асқан көрермендерімізге таңғы астың пайдасын айтудан шаршамаймыз. Кез келген адамға өзін жақсы сезіну үшін сергітетін сусын қажет. Газдалған сусындар мен тәтті шырындар шөлді қандырмайды. Олардың ағзаға еш пайдасы жоқ, және олардың тәуелділік тудыратындығы тағы бар. Олардың орнына пайдалы сусындар шуды әдетке айналдырыңыз. Егер дүкен сөрелерінен біз ұсынған Дала Fruits шырынын көрсеңіздер, ойланбастан бірден алыңыздар. Мамандар алмада өмірлік маңызы бар дәрумендер мен микроэлементтердің барын айтып келеді. Алманың барлық пайдалы қасиеттері оның жаңа сығылған шырынында сақталады. Дала Fruits'та ешқандай жасанды қосымшалар мен консерванттар жоқ. Алма шырыны зат алмасу процесін жылдамдатады, сондықтан ол арықтау кезінде тиімді көмектеседі. Алманың құрамындағы микроэлементтер мен дәрумендер иммунды жүйені қатайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, алма шырыны ішекті жақсы тазартады. Іш қатуға жол бермейді және өт айдайтын қасиетке ие болып келеді. Ағза тазарғандықтан тырнақ және шаш жағдайы жақсара түсетіні сөзсіз. Дала Fruits шырыны сатылатын дүкендер тізімі туралы, компания туралы, өнім туралы толыққанды ақпаратты, акциялар мен пайдалы ақпараттарды Дала Fruits'тың Instagram парақшасынан таба аласыздар. Дала Fruits'тың Instagram парақшасы Дала Fruits батыс деп аталады. Қымбатты көрермендер, өздеріңізге пайдалы деректер, қызықты ақпараттар ұсынудан біз шаршамаймыз. Осы орайда америкалық әже чизбургердің арқасында 100 жасады. Дороти әжей күн сайын жылдам әзірленетін тағам дайындайтын мейрамханалардан тамақтанады. 99 жастағы әжей үнемі тормен көмкерілген қалпақпен және мінсіз маникюрмен жүргетін көрінеді. Әжейдің айтуынша ол ұзақ өмір сүру үшін қандай да бір ереже ұстанбаған. Яғни, өзіңіз қалайтын іспен айналысқанда, жаныңыз қалайтын дүниені жасағанда, мысалға өзіңіз қалайтын стильді киінгенде, өзіңіздің қалайтын тағамды жегенде, қалайтын хоббиіңізбен айналысқанда, өміріңіз шынымен де жасара түседі, көңіл күйлеріңіз де көтеріңкі болады. Яғни, таңертең ерте тұру, таңғы асты ішу, таңғы жаттығулармен шұғылдану, жаныңыз қалайтын дүниемен айналысу ұзақ өмір сүрудің де кепілі. Және де ол әжей жылдам әзірленетін тағамдар ішінен чизбургер, фрей картобы және газдалған сусынды ұнатады екен. Қызық, біз үнемі зиян деп табатын дүниелерді қолданған екен. Наблевиль қаласындағы Макдоналдс иесі Флетчерге 23 желтоқсанда болатын мерейтойын өз мейрамханасында өткізуді ұсынып, VIP клиент картасын сыйлапты. Мейрамхана иесі әжейдің 20 жылдан кейінде мейрамхана қонағы болатынына зор сенім білдіреді. Әжейдің сөзінше жас кезінде балаларына арнап түрлі ас әзірлеген екен. Алайда қазір тек кофе әзірлейтін болыпты. Оның келіні енесінің жылдам әзірленетін тамаққа құмарлығын қолдамайды. Сондықтан әжейді жиі дәрігерге қаратып тұратын көрінеді. Қызық. Біз үнемі жылдам дайындалатын тағамдар Америкадан келген біздің денсаулығымызға өте зиян. Калориялары көп. Біздің асқазанымызға жеңіл тағамдар өте зиян тигізеді. Ол біздің бет күтімімізге, яғни асқазанымызда болып жатқан проблемалар, ол біздің бетімізге шығады. Осының барлығы әсіресе қыздар үшін өте үлкен проблема болған. Ал дәл қазіргі мен оқып отырған сіздерге ұсынған ақпаратында тіпті жасы егде тартса да, жылдам дайындалатын тағамдарды тұтынатын әжейдің бар екендігін өздеріңізге факт ретінде көрсетіп отырмын. Сондықтан да бір дүниені тұтынуды тоқтату, ол өмір сүруіңіздің, жақсы өмір сүруіңіздің кепілі ретінде қарамаңыз.
барлығына жай ғана күліп қараңыз. Тағамды ішерде оның сіңімді болу үшін жақсы көңіл күймен және де тағамға да алғыс айтып ішуіңіз қажет. Сонда тағамыңыз сіңімді, әрі ешқандай бір зиянын көрмейсіз. Бүгінгі біздің қозғап жатырған тақырыбымыз хобби жан қалауы деп аталады. Сүйікті хоббиіңізді таба білу күнделікті өміріңізді жалықтырмауға және өмірден ләззат алуға керемет мүмкіндік сыйлайды. Сүйіктісімен айналысатын адамдар өздеріне сенімді, күйзелістен аулақ және керемет өмір сүреді. Өзіңізге ұнайтын нәрсені білу үшін сіз өзіңізді тыңдап, міндетті түрде тырысып көруіңіз қажет. Ал тырыспасаңыз, еш нәрсені анықтай алмайсыз. Адамдардың хобби әртүрлі. Мысалы, ақтөбелік тұрғын 35 жылдан бері аяз ата болып, жаңа жылды әртүрлі жерде қарсы алады екен. Қызық, ол жаңа жыл мерекесінде мамандығын өзгертіп, балаларға қуаныш сыйлайды. Жыл сайын желтоқсанда аяз атаның киімін киіп алып, ақ сақалды, қызыл шапанды қарияға айналады. Аяз ата болып киіну мен үшін хобби, қызықты кәсібім. Адамдарға қуаныш сыйлау маған ұнайды. Мамандығым темір жолшы, қазір кедендік компанияда сарапшы болып жұмыс жасаймын деп бір сұхбатында айтқан болатын. Міне, біреулер үшін тіпті мамандық та әсер етпейді. Аяз ата болып киініп, қуаныш сыйлау ол хобби. Әлемде жан рахат үшін, өзінің қызығы үшін белгілі бір нәрселердің коллекциясын жинайтын адамдар бар. Бүгінде тиын, ақша, магнит естеліктер мен төсбелгілер коллекциясымен ешкімді таңғалдыра алмайсың. Ерекшеленуді қалайтын жұрт коллекциясында ерекше етуге тырысады және мүмкіндік болса Гиннестер рекордтар кітабына енуді қалайды. Мысалы, бельгиялық тұрғын Селин Карент панда жұмсақ ойыншықтарын жинайды. Және оларды ғана емес, жалпы пандаға қатысты дүниенің барлығын коллекция ретінде жинайды. Ал бұл қызығушылығы 1978 жылы басталған екен. Оған күйеуі Италияға сапарынан жұмсақ панда ойыншығын алып келді. Хоббиі мәнсіз болмас үшін Селин ойыншықтарды ауру балаларға қалдырмақ ойы бар. Өте пайдалы әрі сауапты іс. Ұлыбританиялық Лапаль елді мекенінің тұрғыны Гарри Берроуз шаңсорғыш түрлерін топтастырады және бүгінге дейін 40 танасын жинап үлгерген. Кішкентай кезінде Гарриді ұйықтату үшін ата-анасы шаңсорғыш қосатын болған екен. Осылайша Гарридің шаңсорғыш жинау коллекциясына айналған екен. Шаңсорғышқа деген қызығушылығын енді бала күннен оятқан болып тұр ғой. Сондықтан да керемет бір қызықты факт. Ол өзінің қаражатына саудадан шығып қалған ерекше үлгілерді сатып алатын көрінеді. Ал Дик Фаленский гольф ойынының жанкүйері. Ол әлемнің түкпір-түкпірінен әкелінген 36 000 гольф шарын топтастырған. Өзі Пенсильванияда, яғни ақш елінде тұрады. Коллекциясын міне 50 жыл бойы жинап келеді. Оның тізімінде Билл Клинтон, баскетболшы Майкл Джордан ойнаған шарлар бар екен. Ұлыбританияның корольдік отбасын жақсы көретін Маргарет Тайлер корольдік өмірге қатысты дүниенің бәрін жинайды. Оның коллекциясында герцог пен герцогинияның бойымен сәйкес манекендер, Диана ханшайымға тиесілі болған терезе витраж бар. Тіпті Уэмбили ауданындағы өз үйін патша сарайына ұқсату үшін пансион етіп қайта жабдықтаған. Ал Ханна Уолкер небәрі 7 жаста. Ұлыбританияның Гемшпир қаласында тұрады. Бір күні қыз әдемі өшіргішті жинай бастайды. Ал кейін мұны тәтесі біліп, оған өзінің бала кезінен жинап жүрген өшіргіштер коллекциясын сыйлайды. Қазіргі таңда кішкене қыздың коллекциясында $2000 бағаланып отыр. Олардың арасында 1986 жылы шыққан өшіргіштер де бар. Көбі ойыншықтарға ұқсас болып келеді. Лаки Майзенхаймер өз коллекциясымен Гиннестер рекордтар кітабына енген. Ол 10 000-нан астам йо-йо жинаған. Өзі Орландода, Флорида штатында тұрады. Ол сонымен қатар йо-йо сүйгіштерге арналған кітап нұсқаулық шығарған екен. Ал бельгиялық Ингет Дарден шәй, кәмпит және тағы да басқа тәттілердің қаңылтыр қораптарын жинайды. Осы уақытқа дейін 57 600 қорап жинақтаған. 76 жастағы ханым өз коллекциясын мақтан тұтады. Мұнда әлемдік оқиғалар, 20 ғасырдың басындағы тұлғалары бейнеленген үлгілер бар. Ал Техас өңірінің тұрғыны Барни Смит өмір бойы сантехник болып жұмыс атқарған.
Және осыған орай 1100 унитаз отырғышын жинастырған екен. Міне қызық, әрқайсысын ол былғары немесе мата қылқанымен өрнектейтін көрінеді. Коллекцияны жинауға 40 жылдай уақыты кеткен. Гаражда сақталған коллекциясы қазірде кішігірім мұражайға айналып кетті. Міне қызық, сіздерге қызықты ақпараттармен бөлсем деп өте көп деректерді ұсындым. Осы бағдарламаны дайындау барысында да, осы сценарийді оқу барысында да өзіме өте өтімді болғаны ол унитаз жинақтаған және де кішкентай өшіргішті небәрі 7 жастағы қыздың жинақтап коллекциясының қатарына қосқандығы. Сіздерге де пайдалы әрі тың ақпараттар болды деген ойдамыз. Ал егер сіздің де коллекция жинауға қызығушылығыңыз болса, онда мен ұсынған ақпараттарды есте сақтасаңыз болады. Дәл қазір арнамызда шағын ғана керемет ән тыңдаймыз. Әннен кейін бағдарламамызға әрі қарай оралатын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Әкел бері! Мына сағадағы оңбаған қыздарымызға артып ән айтып жүр екен. Ән айтып жүр дейді? Айтсын онда! Бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қыз бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қараға көзді қасына, қарайсың көңілің шай болып. Қараға көзді қасына, қарайсың көңілің шай болып. Қыз бала гүл, қыз бала жыр, қыз бала ертеңіз ғана бұл. Менде сенге қызғана біл. Қыз бала гүл, қыз бала жыр, қыз бала ертеңіз ғана бұл. Менде сенге қызғана біл. Бала гүл, қыз бала жыр, қыз бала ертеңіз ғана бұл. Менде сенге қызғана біл. Қыз бала гүл, қыз бала жыр, қыз бала ертеңіз ғана бұл. Менде сенге қызғана біл. Көңілімізді бір көтеріп тастады я. Ай, осы қалыпта тайма, баса бер.
бізге не дейсіз? Айтсындағы тастасын. Мен саған ән салған болашақтай. Әнші балапан. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, біз керемет әуезді ән тыңдап, ұйқымызды ашып, бір сергіп, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күн 23 маусым, яғни күн бейсенбі. Әдеттегідей, Рика телеарнасында жаңа таң бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Сіздерге әрбір бағдарлама сайын бүгінгі күннің ерекшелігін атап өтуді ұмыт қалдырмаймыз. Дәл бүгінгі күн 23 маусым. Тарих сахнасында қандай ерекше датамен есте қалды екен? Және де бүгінгі күні әлемнің түкпір-түкпірінде қандай мерекелерді тойлап жатыр? Осыған тоқталып кетейік. Бүгін әлемде халықаралық олимпиада күні аталып өтіледі. Олимпиада қозғалысына арналған мереке құру туралы идея 1947 жылы Стокгольмде халықаралық олимпиада комитетінің 41-ші сессиясында айтылды. Ал бір жылдан кейін Санкт-Мориц қаласында Хоктың 42-ші сессиясында бұл жоба ресми түрде мақұлданды. Бұл мерекенің датасын таңдауға тарихи оқиға себеп болды. 1894 жылы Парижде дене тәрбиесі проблемалары жөнінде халықаралық конгресс өтті. Оған 12 елдің өкілдері қатысты. Олимпиадалық қозғалыстың жандануына ынталы болған барон Пьер де Кубертин 23 маусымда баяндама жасап, Олимпиада ойындарының ұйымдастырушылық негіздері әзірленетіндігін жариялады. Ал бүгінгі күн 23 маусым Қазақстанда бүгін кәсіби мереке, Қазақстан полициясының күні немесе жай ғана полиция күні аталып өтіледі. 1992 жылы Қазақстан Республикасының жоғары кеңесі Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы заң қабылданған болатын. 2007 жылы мемлекет басшысының жарлығымен 23 маусым полиция күні болып ресми түрде бекітілді. Бұл күн әдетте ішкі істер органдарының қызметкерлері түрлі дәрежедегі ордендермен марапатталады. Ішкі істер органдарының жеке құрамын мемлекет басшысы құттықтайды. Және бізде Рика телеарнасының ұжымының атынан бүгінгі еліміздің қорғандарына арналған, еліміздің қорғаушыларына арналған полицияларды бүгінгі мерекемен аталмыш күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін сондай-ақ халықаралық музыкант халықшылардың мерекесі балалайка күні аталып өтіледі. Ресей музыкант халықшылдары клубының президенті Белинский барлық орындаушы мен халық әнін, ұлттық аспаптарды ұнататын музыка сүйер қауымды біріктіретін осындай мереке құруға ұсыныс жасады. Балалайка күні 23 маусымда аталып өтіледі. Бұл күнді кездейсоқ таңдап алмаған. Бұл аспап 1688 жылдың 23 маусымында алғаш рет ресми құжатта сөз болды. Ол 2008 жылдан бастап аталып өтіліп келеді. Концерттер, музыкалық кештер ұйымдастырылады. Ресейде ғана емес, сондай-ақ ақш-та, Оңтүстік Африка Республикасында, Беларусь, Қазақстан, Австралия және тағы да басқа елдерде орындаушылармен кездесулер өтеді. Балалайка байырғы орыс музыкалық аспабы. Ол домбыра тәрізді жасалып, жетілдіріп, концерттік, оркестрлік, ансамбльдік аспап ретінде қолданыла бастаған. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі біздің эфиріміз тәмам. Бейсенбі, сейсенбі күндері Рика телеарнасы қосылы болсын. Жақсы күндерде жолыққанша.